Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар және ата-аналар. Сіздерге бүгін жалпы күй өнері, соның ішінде жетісу күйшілік өнері, оның ішінде жетісу алқабы кең болғандықтан оның батысы бар, оның оңтүстігі бар, шығысы бар, солтүстігі бар демекші. Сондықтан сіздерге бүгін жетісудың оңтүстік шығысындағы күйшілік дәстүрі туралы болмақ. Жалпы енді күй өнері өздеріңіз білетіндей адамның көңіл күйін, ішіндегі мұңын, сырын, жалпы көңіл күйін білдіретін осындай аспапта орындау тәсілінде бұл күй дейміз. Күй тілімен сіздерге осы күйші күй тартады. Жалпы жетісу өңіріндегі сіздерге бірінші тарту етпек күйім бұл халық күйі Бұлғын Сусар. Жалпы халық күйлері қолма-қол, жалпы мысалға ән сияқты ауыздан ауызға таралып бізге дейін жеткен күйде осы құймақ-құлақ әдісімен қолма-қол бізге жеткен. Енді халық күйінің де кезінде өзінің белгілі бір авторы болған. Бірақ заман өте бере келе авторы ұмыт болып, бұл ел арасында халық күйі деп таралып кеткен. Сондықтан осы халық күйді бізге осы аңызын айтып жеткізуші жетісу өңіріндегі мықты орындаушы күйші атамыз Елемес Таласбай деген кісі бізге осы күйді жеткізген. Жалпы Бұлғын Сусар деген бұл Шығыс Қазақстан өңірінде күйшілік дәстүрінде Бұлғын Сусар деген күйлер бар. Алтай, Тарбағатай, Іле, Шыңжаң, тағы да басқа өңірлерде осындай Бұлғын Сусар деген халық күйлері жиі кездесіп жатады. Оның түрлері көп. Жалпы Бұлғын Сусар бұл аңға арналған күйлер. Бұлғын Сусар деген тиын сияқты жануар. Сол бұрынғы сол заманда мына күйдің тілімен аңды өзіне қаратып алатын бір күйші бопты мықты. Сол бірде-бір тоғай аралап жүрген кезде ойнақтап жүрген Бұлғын мен Сусарды көреді тоғайдағы. Сөйтіп екеуі бір нәрсеге таласып жатыр екен. Сөйтіп әлгі күйші домбырасын ұстап алып, сол Бұлғын Сусар деген күйді тарта жөнеледі екен. Сөйтіп Бұлғын Сусар тура қашыпты, соны ести салып. Енді шошып кетеді ғой. Сөйтіп әлгі күйші тартып отыр, біраздан соң әлгі Бұлғын Сусар екеуі ойнақтап, ана күйге еркелеп, билеп, сөйтіп өздерінің мінезін білдіреді екен. Сөйтіп әлгі күйші соны көріп, тамсанып қалады екен. Қандай ғажап. Сол кезде мен ойлаймын да, күйдің тілімен ана жануарды өзіне қаратып, осы күй тілінде сөйлеткен екен, Бұлғын Сусарды. Соны қабыл алыңыздар.
енді құрметті оқушылар, ата-аналар, сіздер осы халық күйі бұлғын сусар деген күйдің мағынасын түсінген сияқтысыздар. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.